Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолдың майын шайқау жолымен бөлісетін боламын. Жас қыз келіншектерге май шайқау білмейтін жандарға пайдасы тиіп қалар. Әр өңірде әртүрлі дайындалады. Мен өзімнің анам үйреткен әдіспен көрсететін боламын. Ал ендеше бастайық. Менде мына жерде 2 литр қаймақ, біз жақта көбінесе кілегей деп аталады. Арнайы сүт тартқыштан өткізілген, яғни сепаратордан өткізілген майларыңыз дұрыс шығу үшін кілегейіміз міндетті түрде салқын болу керек, және де жаңа тартылған кілегейден май шықпайды. Міндетті түрде салқын жерде, яғни холодильникте кем дегенде 3-4 күн тұруы қажет. Енді майды шайқауды бастаймыз. Ол үшін қолымызбен осылай қатты баса отыра нан илегендей шайқайтын боламыз. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Көп жерде жаңағы блендермен немесе миксермен айналдырып шайқап жатады, бірақ маған өте ыңғайлысы осы қолмен шайқаған. Қолдарыңызбен видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты нан илеп жатқан сияқты басасыздар. Сіздер егер айналдырып тұрсаңыздар, бұндай сұйығырақ кілегейлеріміз біздің жаңағы май болмай, кілегей крем сияқты болып кетуі мүмкін, май түспей қалуы мүмкін. Сондықтан қолдарыңызбен нан илеген сияқты басыңыздар. Сіздерге анық болу үшін мен видеоны жылдамдатпадым. Міне қарасаңыздар, өстіп қатты нан илеген сияқты баса берсеңіздер, біздің кілегейіміздің осылай түрі өзгере бастайды, уже іртіктеніп өздеріңізге де байқалатын болады. Видеодан да көрініп тұрған сияқты, міне қараңыздар, іртіктеніп осылай түрі өзгере бастайды. Майды шайқағанға да кәдімгідей күш саласыздар, себебі күш салмасаңыздар, сіздердің майларыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Көп күшті алады, әрі жылдамдықты қажет етеді. Себебі қолымыз жылы болғандықтан біздің майымызды жылытып, майымыз дұрыс түспей қалуы мүмкін. Сондықтан күш салып, әрі жылдам осылай бассаңыздар, майларыңыз жақсы шайқалып шығатын болады. Міне байқасаңыздар, осылай қатты іртіктері үлкейіп, су бөліне бастайды. Міне видеода көрсетілгендей қараңыздаршы, қаншама осыны ары қарайда қолдарыңызбен майларыңыз басы біріккенше баса бересіздер, суы толық шыққанша. Кілегейлеріңіз қою тартылған әрі ұзағырақ тұрған болса, тез май түсетін болады. Менің жағдайымда кішкене сұйығырақ болды, сондықтан кішкене көп уақытты қажет етті. Міне видеода көрсетілгендей сіздерге анық әрі түсінікті болсын деп барынша көрсетуге тырыстым. Басы бірігіп шыққаннан кейін енді майларымызды осылай домалақтап суынан бөліп алатын боламыз. Бала кезімізде осы майдың суын ішетінбіз, ал қазір майдың суын ешкім ұната бермейді. Бұл майдың суын құртқа қоссаңыздар болады, немесе ұнатпасаңыздар, әрине қолданбауларыңызға да болады. Енді осыны тастай, мұздай суға жарты шай қасықтай тұз қосамыз да, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Осы майларымызды тастай, мұздай суда, тұзды суда жақсылап қолымызбен видеода көрсетілгендей шайып алатын боламыз.
Егер де тұзды қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады, бірақ міндетті түрде осындай мұздай суға шайып алыңыздар. Және де өздеріңізге қажетті мөлшерде домалақтап, видеода көрсетілгенде қараңыздар, нелерімізді, майларымызды екі алақанымызға бір-біріне кезек-кезек осылай ұра отыра суын кішкене сорғытамыз. Ұзақ уақытқа сақтайтын болсаңыздар, морозилкада сақтайсыздар және арнайы пластмасс контейнерлерге салып, немесе напитоктардың баклажкаларына салып сақтасаңыздар, морозилкадағы артық иістерді сіңіріп алмайтын болады. Менде 2 литр кілегейден 1200 грамм сары май шықты. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, қараңыздар қандай сап-сары әдемі сары майлар дайын болды. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.